Тәнті бол десе тәнті бол. Түгелдей таңдай қалыпты. Сталин жолдас қыз жібек операсына түргіп тұрып қол соқты деседі. Түгелдей орден беріпті. Жарайсың қазақ деген рап, Мәскеу аспанын жарып жібере жаздап деді. Темір нарком темірбекші, қаршыға бітім ғажайып қой ол, ғажайып. Алдымыздан қуанып шығып, қош алған қалайық, ықыластарыңызға рахмет. Қазақ өнері, әдебиеті мен мәдениеті, асқақ рухы одақтың төріне шықты. Мәскеу халқы, зиялы қауымы, әр қойылым, әрбір жүздесуімізді зор құрметпен қабыл алды. Лайықты бағаларын берді. Ұлы көсеміміз Сталиннің өзі мұна тұрған Жамбыл Жәкемді 20 ғасырдың Гомер атады. Баяғының шалы 80-ден асса селкілдеп отырады. Мені жас жігіттей қуаттандырған, Кремльдің төрінде толғау айтып тұрған мына жаңа заман, жарқын болашақ. Сосын өздері Темірбек қарағым, алайда елге жеткенше уайымдап ұйықтай алмадым. Неге Жәке, ауырып қалған жоқсыз ба? Үкімет пен партия Әулие-Ата шаһарына менің атымды беріпті. Әулие-Ата кім? Мен кім? Ой, ол ұлы аруақ қой. Мен ше, соның басып кеткенсіне татимын ба? Қорқан нәлет, кесіне ұрнағым, Темірбек қарағым, осыны Сталинге, әлгі күректей сақалы бар шал кім еді? Соған неге айтпадың? Жәке, ол әулиеден қашқандық емес. Жаңа заман жастарына сіздің жырыңыз, ұлағатыңыз қажет. Жаңаша атау керек. Сол үшін де ежелгі Тараз, қазіргі Әулие-Атаға сіздің атыңыз берілді. Бұл республика еңбеккерлері үшін үлкен қуаныш. Құтты болсын айтамыз, Жамбыл бала. Темірбек, бұның бәрі сен еңбекпен жеткен жетістіктер ғой. Жарайды. Олай десеңдер, мен көндірдім. Атыңнан айналайын Әулие-Ата, атыңды алып қойды деп болма қапа. Бәрекелді, қоржын басы тоқ, ол жалы оралдық әлеумет. Мәскеу мырзалары қазақ өнеріне тән разы. Сол разылықтың белгісі, жақын жылдары Алматыдан аса сәулетті опера және балет театрын салуға қаржы бөледі. Және де жастардың білім алуына деп ұлттық университет, педагогикалық институт пен ауыл шаруашылығы институтын салуға рұқсат етілді. Алматыда 18 қазақ мектебі бой көтерген. Енді ел көлемінде мыңдаған мектеп пен училище шәкірттерге есігін айқара ашпақ. Жөнесіміз баянды болсын жолдастар. Жүріңіз Жәке, елден сүйінші сұрайық. Стоять! Сен ба? Фамилияңды ай, кім дедің? Түсінікті. Атыңды ай? Дұрыс екен, өте жақсы. Адал азамат адамсыз. Құрметтейміз, құрағылығыңыз үшін. Сталин жолдасы идеясы жан биді. Сталин жолдасы дегенім, Ежов жолдасы дегенім, партия дегенім, социализм жолындамын дегенім. Жарайды, дұрыс екен. Ал жаңалығыңды жеткіз, рет-ретімен, сайра кәне. Жаңалық көп, өте көп. Ілмеден бастайын. Уағанасыз келерім, нарком жүргенім, Мәскеуден келгені жігінсіз кетті. Басы арқын төменгі жағына. Жаңадан опера және балет театрын салдырам деп. Адымдап жүр. Балет дегенше налет десейші. Ол емес, өзгесін ай. Өзгесі Мәскеуден кеп, пойыздан түсімен тек қазақ үшін ананы салдырам, мынаны қатырам деп желпін не дерсің? Аузын ашса айтатыны қазақ, өзге ұлтты жек көрді. Бірден өзгеріп тұр. Так, ұлтшыл дейді. Тағы да. Жиналысты тек қазақ тілінде өткізеді. Орысша сөйлесе, аузынан ұрып тұтады. Ақырғанда бар ғой, орыстарға кетірсейін. Саған біз ортамызға орын жатырмын. Өз құлағым менесіз. Оны кімге айтты? Арнаққа, керемет музыкантқа, ол байқұс жыларман болды.
Міне, әрі қарай. Әкесі бай, феодал, кәрбескеден маған жасырған, оған мұның өзі көмектесті. Нанбасаңыз, қыз ортақ желесен тұрмас, алағанға салғандай қып келеді. Жүргенов кімдермен танысылай барысты? Бұлар контрреволюциялық ұйым құрған сияқты өңшен байдың тұқымы. Өңшен байдың тұқымы. Ескілікті баймен белін заман алсақ, соны сахналап жүр. Осы басынан тыйым салмасақ, асқынып кетеді. Мәселен кімде? Жүргеновпен ауызшалысып жүргендерді айтамын. Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Ғабит Мүсірепов, Күрәш мен Шара ойбай жетіп жатыр. Барлығын атын моншақтайып қағазға түсірдім. Аяғын сыпсылағанша шешіп жіберейін. Шұлғауымызға дейін шебеп қой. Әлде парша ма? Оқып жатсыз ба? Өте жақсы мәлімет. Бұлардың бәрінде шетелдің агенті көрінеді. Солардан ақша, қару-жарақ ал, социализмді қопарып, төңкеріп тастама. Сұмдық емес пе? Сұмдық. Ол жіптің ұшы. Тарта береміз. Сонда бәрі қалқып шығады. Айтпақшы, Жүргенов, Мәскеуден келгелі. Жүргенсізге көңірші өткіземін. Жазуысыз отаусылар өзі. Уақытты қыз. Алыстан соққан салқындың зәріндегі түнші берер емес. Әркім жемісімізде. Тағы да сол Алаш Ордаш Әлімхан Ермековтің күйеу баласы деп қосты ма? Мейлі ғой, қайдарын жоқ. Айта алмай жүрген бір сөзім бар еді берейін. Құлағым сенде, бұл қандай құпия? Құпия емес. Айтайын дегенім, заманның бет алысы осы екеуміз ажырасса қайтып. Не дейді? Есің дұрыс па? Есім дұрыс қой Темірбек. Әкең бай деген пәледен әрірек құтылып еді. Енді Алашорда көземе Әлімхан Ермековтің қартына салған күйеу баласы деген қамы шықты. Сен аман сақтан амалда жатмау. Әйтпесе, сен Құдайға қиған бе? Адамға қиян ба? Қамқудан қорқып сенем бе? Ермековте ер тумасын. Ленинге 2 мәрте жолығып, қазақ жерінің көп аймағын сақтап қалған сол емес пе? Оған күллі халық қарыздар. Оны қазір кім біліп жатыр дейсің? Қайран ағам, жар басында жалғыз бол. Жүріп жатыр әйтеуір. Ірге жалаңаштанып барады. Екі көзің бір-біріне жау бол. Күнде қамау, күнде қалушау. Қайда ғана тауып жатыр? Сонда кім дос еді? Мына маңдайының соры беселі қазаққа. Сәкенің жары. Гүлбақырамды кішкене қой, ол мен бірге пәтерінен қуып шықты. Не дейді? Ақ қар, көк мұздың үстінде қалып тұр. Қазір қаскелең жақта қаңғыр жүр дейді. Гүлжамал жеңге қайда екен? Ол өжет қой, өжет. Беймет ағаға тамақ беремін, күндіз-түні түрменің есігін бағумен жүр дейді. Айтпаш, көргім келмейді, естігім келмейді. Біз кім үшін арпалыстық? Не үшін арпалыстық? Жеткен жеріміз осы ма? Менде де ұйқы жоқ. Үрейімді алыпты. Кетсеңші Темірбек. Өзбек тәжіктің біреуіне кетсеңші. Шалыңшы, аназар үшін кетсеңші. Оларды саппайды. Сабрет, бәрі орнына келер. Толқырда тыншыр. Болдым. Жұманазар емес. Сабақтан келуіне әлемсе ғой. Ашқын болса да. Құдаймау, қазір. Кімсіңдер? Не жүріс? Жүргенов Темірбек Қаралы, сіз тұтқындалдыңыз. Налар не дейді? Бұл не сұмдық? Иван Иванович, алло, Иван Иванович. Сыртқа байланыстың бәрі үзілген. Кесіп тастамаңыз. Қазір тінту жүргіземіз. Тоқтат имансыз. Мен бе имансыз, әлде мына сен бе? Жібер, ұшын бұзамы жібер! Әргет бәмеш, жасын еді. Дұрыстап қара. Таныдың ба менде? Жоғал әрі. Мен де Қызылордаданмын. Ала месекте. Аталаспыз. Әкем қара ақмай асап отыр. Бізге бір жапырақ нан берді ме? Жоқ. Жетілдім. Жеткерді большевик. Күнім туды. Қолыма түстің. Әділ заңнан қаш құтылмассың.
Саманай, балақтағы бейт басқа шыққан екен. Жас кездер ау дейм, бас түйістіріп отыр. Әкел фотоны. Бермейді, мұны да скетчик. Жасты шағымыздың әкел фотоны. Дәмеш қой. Бересің бе жоқ па қыз ұқсап әкел. Дәмеш қойшы дедім. Папа, не болды, жібер, папа, Манажар! Жіберді балама. Жіберді. Шұламаңдар. Қоса шаман Жіберді балама. Шұламаңдар. соңғы. Маңдайға жазғаннан қашып құтылмаспыз. Кім-кімге де көңілімде қылау шоғақ едім. Ақталармын. Ал енді олай-бұлай бола кетсем, кейінгі ұрпаққа менің адал есімімді табыстарсыңдар. Өзі өле сүйген қазақ үшін отқа түсті дерсіңдер. Аманат саған, аманат ел жұрт, аманат келер болашақ.